Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге миксерді қажет етпейтін, өте оңай жасалатын шоколадты шифоновый капкейктің рецебін ұсынамын. Ең алдымен 4 жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөліп аламыз. Ақ уызын кейінге қалдырып қойыңыз. Одан келесі видео рецептерде не жасауға болатынын көрсетемін. Сонымен 4 жұмыртқа және қосымша 1 жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыздың үстіне ванильді қант және 2 бөліп құмшекерді қосып, қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Қанты еріген соң үстіне сұйық май және сүтімізді қосып, тағы да араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз міне осылай сәл ғана көпіреді. Оны шетке қоя тұрамыз. Енді бөлек ыдыста електен өткізілген ұнымызға какао және 3 грамм қопсытқыш, 2 грамм ас содасын салып, барлығын бірге араластырамыз. Енді ұнымызды жұмыртқалы массамызға 2 бөліп қосамыз. Массамыздың арасында ешқандай түйіршік болмауы керек. Міне осындай сұйық болып шығады. Енді капкейк пісіретін формамызға капсулаларды салып шығамыз. Массамызды өте қатты толтырмай, барлығына бірдей құйып шығамыз. Капкейктерімізді қызып тұрған пеште 160 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Піскенін таяқшамен тексереміз. Капкейктеріміздің беті тегіс, өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Мақпал Бауыржанқызы. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.